қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай ең оңай өте дәмді пирогтың бірін жасап көрейік. Қараңыздар, қандай керемет. Бізге керек заттар: 1 килограмм алма, 10 манка, қант, сливочное масло. Енді бір ыдысқа құрғақ ингредиенттерді қосып араластырып жібереміз. 10 қант, манка. Алмаларды өткіштен өткіземіз. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, құрғақ ингредиенттерді себеміз. Содан кейін алмаларды сеуіп шығамыз. Солай слойка жасаймыз. Құрғақ ингредиент, алма, сосын тағысын құрғақ ингредиенттерді қосып, алма, сонымен слойка пирогымыз дайын болады. Ең керемет, ең оңай пирогтың бірі деп есептеймін. Әрі пайдалы, жаз айында алма дәруменге бай. Алманың шырынды сортын алған дұрыс. Содан пирог өте керемет дәмді болып шығады. Үстінен осындай сливочный масланы сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 1 сағатқа қойып пісіріп аламыз. Тамаша пирогымыз дайын болды. Керемет, өте жұмсақ, аузыңызға салсаңыз еріп кететін пирогтың бірі. Бұндай пирогты балапандарыңызбен қосылып бірге жасаған абзал. Өте керемет, өте қызықты болатынына сөзсіз. Бұл пирогтың дәмі де, иісі де өте керемет. Қараңыздар, үгітіліп шашылып жатыр. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бұндай пирогты міндетті түрде сіз де жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Ал сіз осындай пирогты жақсы көресіз бе? Комментария бөлімінде жазып кетсеңіз болады. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Бұл видеоның дамуына үлкен үлес қосады. Қазақ каналын бірге дамытайық. Сіздермен болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.